Үкіметте оттан малғындар арын сатқан, қанын сатқан. Неге қыланда қазақ өсіп жүру керек, жылап, шырылдап? Сендер жүрсіңдер малдарың, нанның бағасын білмей. Құдайдан тілеймін. Аллам осы әділетті орнатшы, Аллам. Терлерін сыпырып құстырамыз. Личный өзім ше, любойның басын кесер едім. Қазағымның көз жасынан нан жеп, өз қарнының құлқын ойлаған малғындар. Құдайдан қарғысына ұшыраңдар. Құдайдан табыңдар. Ұрпақтарыңа сендер қарға өтсін. Міне мен сөзім. Мен қарапайым қазақпын. Халықтың көз жасын төккен, өздерін қандарына шымылып өтіндер малдарына. Ассалаумағалейкум, қайырлы кеш. Бұл менің үндеуім ана жоғары жақта отырған боққардындарға, топастарға, малғындарға, адамнан мал болған. Сендер өздерің мал боласыңдар. Қазақты мен болсын, басқа болсын, бар, Құдайға шүкір. Біз бәріміз біріксекше мынандай күш боламыз. Сол кезде көресіңдер, көздерінен қараған ағызамыз. Милицияң болсын, басқаң болсын, қай жерде топастар, қай жерде жемқор, қай жерде солар, көрдегі көресіңдер. Бір-бірімізге жауылған білетін, жоғары жақта жүйе шіреген. Әрқайсың өзің бастарын қайттамаңдар. Молада бәріміз жатамыз бөлек-бөлек, туғаныңда жатпайды қасында. Бірақ біз қандай қазақтың ұрпағымыз? Жаным берген жерім, елім деп, ұрпағым деп. Көп қуаламаңдар, есім жинаудай көтерілік, тұрайық. Сол кезде көрінеді астығын, ана көшеде пантаба деп жүргенше, картонные волки, типа, блядь. Таза атамыз, әуелі Құдай. Мен бүгін барым, ертең жоқ, білмеймін. Бірақ осы шындық, ақиқаттың, әділеттің жолында өлсем бар ғой, әлхамдулилля, машалла деп, шейіт берден деген нәрсені білмеймін. Алладан келдім, Аллаға қайтам. Елім, жерім, қазағым десем, сендер емес мені жұмаққа, дозаққа направление беретін ше. Қазағым тек бірақ өтінішім, анам болайықшы, қазақ болайықшы. Кең пейілді, қарапайым, боқтыңаға алданбай. Керек емес, дешевой пантай. Бұл жалған өмірдің ақиқаты бізде болсын да, бізде болсын, бізде, қанымызда, тілімізде, жүрегімізде, санамызда. Тағда айтып қояйын, мына комментатор жататын жаңағы бірдеңелерге ше, ат жақтан бет қысып алыңдар, отырыңдар. Бір күні сөйтіп жүрген негеде тіліңде шабатын балта табылады, басында шабылатын болады, артыңа да тақалатын нәрсе табылады. Шындық пен әділет болады. Құдай бар жерде ол болады. Құдайымыз бар ғой, Құдайға шүкір. Жүрегімізде қазағым амандықта болайық, ауызбіршілікте болайық. Аллам ынтымақ берекесінен айырмасын. Біз текті аталарымыздың тұяғымыз, қанымыз. Біз текті халықтың ұрпағымыз, содан қалған тұяғымыз. Рухтарыңды қоятыңдар. Әрқайсың өздеріңіз, әуелі бірінші өздеріңіз соқсып алыңдар. Не жалған, не ақиқат, не жаман, не жақсы, не ащы, тұщы. Қайтпаңдар, қайтпай әкесінің аузын сісігейін. Өлгендер өлді, сотталғандар сотталады. Не болды? Болған жоқ, тағы да берейік жандарымызды. Тәніміз жерде қалады, жанымыз Құдайдың алдына барады. Құдай алдында әділет сот сол жақта. Біз бір-бірімізге направление бере алмаймыз. Тозаққа, жұмаққа, анамның асып жететін не дано. Біз пендеміз, жұмыр басты. Бір жұдақ ет, мына жерде жүрегіміз бар. Сол жүректі тазалаңдар. Сол жүректерің таза болсын. Өлім келерде, үйлерің таза болсын, қонақ келерде. Біз екеуіне де дайын беріппіз. Біз біттік әптен. Бөлінгенде бөрі жүйт дейді ғой. Біріксең озасың, бөлінсең тозасың дейді. Не істеп жүрміз біз? Мен таң қалмаймын, мен көшеге шығып біреу танып қалып бірде анамына әңгіме айтып жатса ше, бықсып шешесің. Тек арқамнан ұрмаңдар ше. Арқамнан ұрмаңдар ше, әкесінің аузын сісігейін, яма? Доқтан жүрсе ұры жүрегіме шешесің. Алдында тізерлеп қалайын, көзіңе тура қарап, тваймайды. Өлгенше сонымен көз қарам саған,
келіп тұрсын нақ. Қойыңдар ей, тастаңдар. Есім жинап алайық, өзімізді қолға алайық. Тайраңдап кетті ғой, шешенің тісіген жерімізде біледі, қыздарымызды сігіп біледі. Бәрі бізден, еркектерден. Қатынға, балаға сынбаңдар дүнияға. Түсіндір ма? Талайлар жатыр шеше, блатнойында басқасына денсаулығыдан мырамыр демолуда. Кім есіне түсіріп атыр? Өтірік нәрсе қойыңдар ей. Тойған жоқсыңдар ма? Мен лишний өзім тойдым. Сондықтан да жаңғыздықты қаладым. Құдайымыз сырласқанды қаладым. Бірақ айтамын жан дүниемді, айқайымды. Қазақ деген жаратылысымызға лайық болайық та, қазағым. Біліп, осылай жүруіміз керек қой біз, әкесінің аузын сізгейін. Ешкімнің жағасын алма. Жабырқағанды жарылқап жүр. Сүрінгенді сүйеп жүр. Ата-бабаң сенің сөйтіп жүрген. Жыртық шапанмен жүріп, елім, жерім, ұрпағым деп. Есін жина, оян қазақ. Зайбал соққы тастаса шешесіз. Мазасы ұйқыдан. Ассалаумағалейкум, қайырлы күн. Тикток шық, қазағымның қызығы көбейген жоқ. Қазағым бір-бір мазақ қылып, нәжеде ана-мана айтып, әрқайсың ішкен тышқан бәлелеріңден айтқанша, бәріміз общий халықтың жан айқайымыз айтаяқта. Әрқайсымыз әрден алданып қуып жүрміз ғой. Бір-біріңді ана өт, мынау өт, нем болса, сөйтпесейдің деген әңгіме айтпаңдар. Ол өте ауыр. Ертеңгі күнімді білмейміз. Біздің ертеңгі күніміз тәуекел енді. Бірақ біздің ұрпағымыз бар ғой, өзіміздің кеттен. Жоғардағы шірген жүйені құртайық. Білмеймін, мен қаншама халық неғып атыр, шығып атыр, білмеймін, президенттің құлағына жетпей атыр ма, әлде қалай екен, мен түсіне алмадым. Бір құдайға тақсыр деп жүре берейін десем, қазағымның шырылдағанын көріп атырмын. Жаныма батады. Өзім тоқ болсам да, ашты көрсем мен кекіріп тісім шығып отыра алмайды екен. Білмеймін, кім қалай екенше. Бірақ негізі біз қатты азып кеттік, қазағым. Ауызбіршілікке Аллам береке беремін деп еді ғой. Құдайды да ойыншық қылып жүрген бар. Тастаңдар бәрін. Дәл осы кезде жан айқай қазақ бәріміздің басымыз қосылып, мына бірінші соғыс мына жерде ғой. Бірінші жағы не қылмаңдар жағы. Мен сияқты болсын, басқа болсын, айтса жағы арттарынан бірдеңе бықсып әңгіме айтып, анау ғой, мынау ғой деп тастаңдар ей. Одан да зор, одан да маңызды нәрсе бар ғой. Біздің қалған өміріміздің жақсы болуы, ұрпағымыздың болашағы. Ай, қазағым ай. Көзі бар, көрмейді, құлағы бар, естімейді деген осы екен. Сөз өтпей қалса жаман ғой ол. Бірақ малды да, аюттан намаз үйреткен таяқ дейді ғой. Циркте арыстандарында жоқ, бірақ қасқыр жүрген жоқ. Біз сондай қазақ едік қой, кең даланың жүрген. Ата-бабам осына қандай қанмен төгіп кетті. Қанша адам өліп жатыр. Оған да үйреніп кеттік. Бықсып қоямыз, ән жерде 10-15, мына жерде 10-15. 20 миллионның бір хотя бы 2 миллионымыз көтерілейікші бәріміз бір күні бір ауыздан. Бірінші соғыс мына жерде айтыңдар ойларыңды. Жаныңа не батып ешкімге айта алмаймын. Бәрі бір уайым қайғы жүр деп. Просто бір көп нәрсеге алданып жүрсіңдер де боқ нәрсеге. Не болып кетті бұл? Не болып кетті? Мана жүйені өзгермей болмайды. Қазақта сөз бар, қойшы болса қой арам өледі деп. Мен ешкіммен намысына тигім келмейді. Тоқаевты да біле бермеймін бұлай. Саясатқа араласамын, саясатқа араласпақты үйдегі саясатты істей алмай қалғанбыз ғой датауға. Қатынға сөзіміз жүрмейді, балаға тәрбиелей алмаймыз. Ақын соқ керек, кім жүр көшеде маңырап қазақ жүр бір-бірінің көтін шығып. Балаң бәле сияқты қатын шайтан, еркегің қатын болды. Білмеймін енді. Естіңдерші қазағым, ұрпағымыз үшін, өзіміздің өміріміздің ары қарай жақсы аяқталуы үшін